Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен орех қосылған рогалики дайындаймыз. Алдымен ұнға тұзды қосып араластырып аламыз. Одан кейін оған салқын сары майды қосып, үккіштен өткізе отырып араластырамыз. Май мен ұн жақсылап бірігу үшін осылай қолымызбен үйкелеп біріктіріп шығамыз. Кейін оған қаймақ қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, 10 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін өте майдалап туралған орехті блендермен де өткізіп алсаңыз болады. Оған қантты және бір ақуызды қосып араластырып аламыз. Қамырымызды 1/6 бөлікке бөліп аламыз және әрқайсысын өте жұқа қылып жайып шығамыз. Одан кейін қамырды 8 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікке кішкенеден салмасын салып шығамыз және видеода көрсетілгендей етіп түйіп, оны орау керек. Сол кезде ол салмасы сыртына шығып кетпей, жақсы пісетін болады. Рогаликтің бетіне сары жағып шығамыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Бұл рогаликтің салмасы да және қамыры да өте ерекше, сондықтан жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.